Төрт түлігін баптап бағып асылдандырып өрісін малға толтырған Жаңақала өңірінде ауыл шаруашылық құрылымдарының қатары артып келеді. Олардың саны 512-ге жеткен. Кәсіпкерлік саласында іске қосылып пайдалануға берілген нысандар саны 8. Олардың бағыттары сауда-саттық пен тұрғындарға қызмет көрсету болып келеді. Жаңақала ауданын дамыту мақсатында сырттан тартылған инвестиция көлемі 2 миллиард 986 миллион теңге. Аудан тұрғындарын таза ауыз сумен қамту бағытында жұмыс жүзеге асырылып жатыр. Биылғы жылы 8 елді мекенге таза су жеткізілді. Тартылған су құбыры 8 елді мекен сумен қамтып отыр. Әрине бұл бұрыннан көтеріліп кеткен мәселе, себебі судың дебеті таусылып қалған, сапасыз су ішіп отырған. Сондықтан президенттің тапсырмасына сәйкес республикалық бюджеттен қаражат бөлініп, ауыл шаруашылық министрлігімен осы жұмыс атқарылды. Таза ауыз су өте маңызды мәселе. Сондықтан ауылдан тұрғындарының 80% қазір мәселесі шешіліп отыр. Халықтың әл-ауқатын арттыру мақсатындағы жұмысқа табиғи отынды тарату жатса, бұл тұрғыда 4 елді мекенге 9,7 шақырымның газы тартылып, оған 112,8 миллион теңге қаражат жұмсалған. Сондай-ақ Нұрлы жер бағдарламасы шеңберінде аудан орталығындағы жаңа жер телімдеріне толық инфрақұрылым, яғни 144 миллион теңгеге 32 шақырым газ, 362,7 миллион теңгеге 77 шақырым су құбыры, 295,7 миллион теңгеге 54 шақырым электр жүйесі тартылды. Ауданда 7744 шаршы метр тұрғын үй салынды. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 521,2 миллион теңге көлеміндегі несие қаржы 125 адамға берілген. Сөйтіп, осынша адамның кәсіп істеп тұрмысын түзеуіне, ауданға пайдасын тигізуіне жол ашылған. Ал тұрақты ашылған жұмыс орындарына 631 адам орналасса, 225 адам маусымдық жұмысқа алынып, еңбек көзін тапқан. Жалпы ауданда жұмысқа тұрған жас мамандар саны 299 адам болып отыр. Рухани жаңғыру бағдарламасының шеңберінде меценаттардың күшімен жүзеге асқан 16 жоба ауданның дамуына оң өзгерістерін тигізуде. Бұл жобалар үшін 19,2 миллион теңге жұмсалды. Қазақ өнерінің ішінде шоқтығы биік күй өнерінің отаны саналған Жаңақалада жаңалық көп. Тарих қойнауына ағысқан 2018 жылда Жаңақала жұрты осындай табыстармен тәмамдады. Жайықтағы жарқын істер алдағы уақытта да жалғасын таба бермек.